11 хадис. Хазіреті пайғамбарға Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, ең жақын адам. Жәбір бин Абдуллахтан риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлем болсын: расында, сендердің маған ең жақсыларың, әрі қиямет күнінде ең жақын болатындарың, әдеп тұрғысынан ең көркем болғандарың, сондай-ақ сендердің маған ең сүйкімсіз болғандарың, әрі қиямет күнінде менен ең ұзақ болатындарың, арсыз әрі ұрттарың, тартайтып сөйлейтіндерің және мутафахикун болғандарың деген. Сонда сахабалар: уа Аллахтың елшісі, біз арсыздар мен ұрттарын тартайтып сөйлейтіндерді жақсы біліп алдық, бірақ мутафахикун дегеніңіз кімдер болғаны дейді пайғамбарымыз. Олар тәкаппарлар деп жауап береді. Хадиске түсініктеме: Аллах тағала және оның ең соңғы пайғамбары болған Мұхаммедті, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, дүниедегі барша нәрседен де артық жақсы көру, иман ләззат алуға жетелейді. Иманы кәміл мүмін үшін бала шаға мен мал мүліктен де пайғамбарға деген сүйіспеншілік қашандан да жоғары тұрады. Осыған байланысты пайғамбарымыздың айтқан мынадай бір хадисі бар: мені өте жақсы көретін бір топ үмбетім мен өмірден өткеннен кейін дүниеге келеді. Олар жанұясы мен мал мүлкін қиып, мені көруді армандайды деген. Яғни мені өте жақсы көретіндердің бір тобы менің сахабаларым, бір тобы олардан кейін келетіндер. Олар мүмкіндіктері болса қолдағы бар мүлкін беріп мені көргісі келеді деген сөз. Олар екі дүниеде де дәл осындай сезімде жүреді. Жұмақта Хазіреті пайғамбардың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын жанында болу барша мүміндердің арманы. Сахаба Рабия бин Қаб аль-Аслами былай дейді: Хазіреті пайғамбарымыз бен Алланың оған игілігі мен сәлем болсын бірге дүниеге отырған болатынбыз. Оған дәрет суы мен керекті заттарды апарып бердім. Мұны көріп маған: қандай тілегің бар деді. Мен: жұмақта сіздің қасыңызда болғым келеді дедім. Одан басқа бар ма? Мұның үлкен тілек қой деді. Бар тілерім осы ғана дедім. Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлем болсын: олай болса Аллахқа көп мінәжат етіп, менің жанымда жүр. Яғни саған жасаған дұғамның қабыл болу үшін намазыңды көбірек оқы деді. Осы хадиске түсініктеме берген ислам ғалымдары былай дейді: Аллах тағала пайғамбарға жұмақтың қазынасын қалағанына бере алатындай мүмкіндік берген. Тіпті жұмақтың қалаған жерінен қалаған адамына орын бере алады. Пайғамбарымызды жақсы көру әрі оның сүйіспеншілігіне бөлену мұсылман үшін өте маңызды. Оның сүйіспеншілігіне бөленудің белгілері жоғарыдағы хадисте баян етілді. Яғни ең алдымен көркем мінезді болу. Көркем мінездің анықтамасында көптеген ерекшеліктер айтылған. Көркем мінез жайлы көпшілік ғалымдар былай деген: көркем мінез нәпсінің барша жақсы мінездермен безендіріп, жамандық атаулыдан, азғындықтан арылу. Көркем мінезге екі жолмен ие болуға болады. Біріншісі, адам туылғанда берілсе, екіншісі көш қайрат, талпыну нәтижесінде қол жеткізуге болады. Жаратылысында, яғни туылғанында берілу, ол Аллах тағаланың сыйы болып есептеледі. Бұған адамның ешқандай талпынысының қажеті жоқ. Ал өз күші арқылы жетудің үш жолы бар. Біріншісі, көркем мінезді, салиқалы, игі адамдармен үнемі бірге жүріп, олардан үлгі алу. Екіншісі, тәрбие арқылы. Үшіншісі, нәпсіні жаман іс-әрекеттерден және жаман ойдан арылту. Бұл жол өте ұзақ мерзімді талап етеді. Әдепсіздікті жағымсыз қылық деп атаған Хазіреті пайғамбар Алланың оған игілігі мен сәлем болсын көркем мінезділікке де анықтама берген. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте былай делінеді: ай Абу Хурайра, көркем мінезді болуға тырыс. Абу Хурайра: көркем мінез деген не? деп сұрағанда пайғамбарымыз: сенен күдерін үзгендермен күдер үзбей қатынас жасауың, әрі саған жөнсіз тиіскендерді кешіруің және сені күндегендерге сый-сияпат беруің деген. Жәбірден, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадистен мынадай нәтиже шығаруға болады. Біріншісі, бұл хадис барша мұсылмандарды көркем мінезді болуға шақырады. Екіншісі, көркем мінезділік Аллах тағала мен пайғамбардың сүйіспеншілігіне бөлейді. Үшіншісі, көркем мінезді мұсылман ақыретте пайғамбарға жақын болады. Төртіншісі, әдепсіздік Аллах тағала мен пайғамбардың ашуына душар етеді. Бесіншісі, өсекшілік, жөн жосықсыз сөйлеу, тәкаппарлық жасау әдепсіздіктің белгісі. Алтыншысы, әдепсіздік ақыретте пайғамбардан ұзақтатады. Осы хадистің түсініктемесін пайғамбарымыздың мына дұғасымен бітірсек, әрі бұл дұғаны жаттап алып, үнемі айтып жүруге әдеттенсек: Аллахым, тәнімді әдемі жаратқаныңдай, мінезімді де көркем ете көр.